Ресей санкция салынған елдердің арасында чемпион. Владимир Путин Украинаға соғыс ашқалы Ресейге 4.000-нан астам санкция салынды. Ал жалпы санкция саны 7.000-ға жуықтады. Оның арасында мұнай, газ, қаржы, сауда, жеке адамдарға қатысты және басқа да көп саланы қамтыды. Сонымен қатар Netflix, Microsoft, Apple, Nike, Starbucks, McDonald's секілді компаниялар Ресейдегі жұмысын тоқтатты. Сарапшылардың айтуынша, соғыс салдары Ресей экономикасын 90 жылдардағыдай өте мүшкіл халге әкеледі. Санкция туралы не үшін айтты дейтін шығарсыздар. 13 наурызда Украинаның жоғарғы радасының Telegram арнасында және бірнеше танымал медиада Ресей университеттерінің дипломы әлемде мойындалмайды деген ақпарат тарады. Ақпарат қаншалықты рас? Тексеріп көрейік. Жалпы бұл ақпаратты манипуляция және жалған деуге болады. Неге екенін түсіндірейік. Расымен түрлі бизнес мектептерге қатысты қауымдастықтың бірлескен мәлімдемесінде ресейлік мекемелермен жұмысты тоқтатып аккредитациясын қайтаратынын айтқан. Сонымен қатар, бұған дейін берілген дипломға және студенттерге еш қатысы жоқ екенде жазылған. Неліктен жалған? Осы ақпаратқа сүйеніп, барлық ресейлік университеттің дипломы әлемде мойындалмайды деп айта алмаймыз. Тағы ескеретін жайт. Бұл жағдай білім беру стандарттарына сәйкес берілген басқа мамандық иелерінің дипломына қатысы жоқ. Ресей әскері Украинаға шабуыл бастағалы Еуропалық және Америкалық университеттер тек Украинаның ғалымдар мен студенттерін емес, сонымен бірге Ресей саясатына және соғысқа наразы ресейлік студенттер мен ғалымдарға көмек ұсынып жатыр. Каналға тіркеліп, желі парақшаларымызға жазылыңыздар. Аман сау болыңыздар.